Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін шелпектің рецептісімен бөлісетін боламын. Осы рецептпен жасап жүргеніме біраз уақыт болды. Қанша уақыт өтсе де өз жұмсақтығын сақтап қалады. Жылы айранға қант, тұз салып араластырып аламыз. Айранның орнына сүт қолдансаңыз да болады. Ұнға аздап ас содасын сеуіп, жұмыртқаны араластырып құямыз, және де біраз қасық күнбағыс майын құямыз. Қолмен кішкене араластырып, бағанағы айранымызды аз мөлшерден құйып отырамыз. Қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның астында описанияда қалдырамын. Осылайша қатты қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Бұл қамырдың бетін жауып, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Уақыт өткен соң үстел үстіне ұн сеуіп, қамырымызды 7 бөлікке бөлеміз. Жаюға ыңғайлы болу үшін осылайша дөңгелетіп дайындап аламыз. Достар, сіздермен келесі видеода маффины браунидің рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан да каналға лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырымыздың бетін жауып 10 минуттай тындырып қоямыз. Уақыт өткен соң шелпегімізді жаюға кірісеміз. Шелпектердің барлығын осылайша жайып дайындап алдық. Енді қызып тұрған майда қатты отта пісіретін боламыз. Осылайша алтын түстес болған кезде келесі бетіне аударып пісіреміз. Мінеки біздің өте жұмсақ әрі дәмді шелпектеріміз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Гүлім.